Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Жұлдыз. Бүгін каналымызда осындай миксерсіз және таразсыз пирог пісіретін боламыз. Өте оңай және дәмді, жұмсақ болып пісіп шығады. Бізге керек 2 жұмыртқа, сұйық май, ұн, сүт, қант, сүт, сұйық майдың көлемін бірдей қылып аласыздар, ал ұнның көлемін кішкене көптеу қылып алу керек. 2 жұмыртқаның үстіне чым-чым тұз салып араластырып аламыз. Венчикпен немесе шанышқының көмегімен. Енді осының үстіне қант салып жақсылап араластырамыз. Қантымыз еріп, кішкене ағару керек. Жұмыртқамыз кішкене ағарғаннан кейін осының үстіне жылы сүтімізді құямыз. Сүттің жылылығы міндетті түрде маңызды, өйткені пирогтың көтерілуіне әсер береді. Сондықтан жылытып алыңыздар, немесе бөлме температурасындағы сүтті құятын боламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне сұйық май құятын боламыз. Сұйық майды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қантымыз толықтай еру керек. Осының үстіне енді електен өткізілген немесе алдын ала дайындап, немесе мен сияқты осылай өткізіп салыңыздар. Бұл да пирогтың көтерілуіне әсер береді. Өстіп бірнеше бөлікке бөліп отырып, араластырып отырып салыңыздар. Осы жерде мен кішкене тағы да ұн қостым. Кесені толтырып ұн қосасыздар. Және үстіне 1,5 чай қасық қопсытқыш қостым. Бұны да жақсылап араластыратын боламыз. Ұнның ешқандай түйіршіктері қалмауы керек. Бұл жерде ұнның өлшемі кішкене көптеу болады, өйткені әркімде ұнның тығыздығы әртүрлі, сондықтан ұн салған кезде бүйтіп араластырып отырып қараңыздар. Массамыз қатты сұйық болмауы керек. Қаймақтан кішкене сәл сұйықтау болу керек. Араластырып отырып салыңыздар. Мен бұл жерде ұнның өлшемін, кесені толтырып салған болатын. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Осы уақытта пешімізді қыздырып қойыңыздар 180 градусқа. Осы пирогты пісіретін форманың диаметрі менде 20. Егерде сіздерде силиконды пирогтың ыдысы болса, соған пісірсеңіздер болады. Мінекей осы араластырып отырып қараңыздар, осылай қоюлығы бетіне сурет салатындай болу керек. Формамның ыдысын дайындап алдым. Енді осыған пирогымызды құйып, 180 градуста 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Құрметті көрермен, осы видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басып, өздеріңізге тіркеп алыңыздар, және де лайктарыңызды баса кетіңіздер. Пирогымыз пісіп шықты. 30 минутта піскендігін осылай ағаш таяқшамен тексеріп алатын боламыз. Таяқшамыз құп-құрғақ болып шығу керек. Мінекей пирогымыз пісіп шықты. Ешқандай да тараздың және миксердің көмегінсіз жасадық. Осындай көтеріліп, жұмсақ болып шығады. Өте дәмді шықты және де. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай жасалатын пирог. Шайға жасап жесеңіздер өте дәмді. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп,
лайктарыңызды баса кетіңіздер. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін. Сіздермен болған Жұлдыз. Сау болыңыз.